Қайырлы күн. Бүгін студиямызға Маңғыстау облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының орынбасары Тілекберген Селбаев келді. Бүгінгі шығарылымда жалпы жол қозғалысы ережелеріне байланысты енгізіліп жатқан өзгерістер және де облыстағы жол қозғалысы ережелерінің бұзылу деңгейі туралы талқылайтын боламыз. Тілекберген мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, құрметті көрермендер, облыс тұрғындары. Қош көрдік. Ой болса, сұрағымыздан бастап кетсек, Маңғыстау облысында өткен жылмен салыстырмалы түрде жол ережесінің бұзылу деңгейі қалай өзгерді? Артты ма, азайды ма, осы туралы айтып өтсеңіз. Өткен жылмен салыстырғанда жол ережелерінің бұзушылықты анықтау дерегі біздің полиция тарапынан өткен жылмен салыстырғанда 23%-ға артқан. Өткен жылды есептік кезеңінде 11 айда 94.754 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған жол ережесін бұзу бойынша. Осы 24 жылдың 11 айында 116.520 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Яғни 23%-ға артып отыр жаңағы құқық бұзушылық саны. Облыстағы жол ережесінің бұзушылықтар негізгі себептері қандай? Жол ережесінің бұзушылықтың негізгі себептері жол ережелерін елемеу. Біріншіден тәртіпке бағынбау, асығыстық, жаңағы жүргізуші болғаннан кейін ұялы телефон қолданады, жылдамдық режимін сақтамайды, маневрлеу ережелерін тиісті деңгейде орындамайды жол жүру ережесіне сәйкес. Мысалы, қала сыртындағы трассаларда ұйықтап кету фактілері орын алады, көліктер аударылып қалады. Қауіпсіздік арақашықтықтарды сақтамайды. Осының барлығы бірден бір несі жол жүру ережесін сақтамаудан орын алады. Және де ауыр жағдайларға да әкеліп жатады, қайғылы жағдайларға. Енді жүргізуші кейбір уақыттарда ұйқысы дұрыс болмайды, түнде жолда жүреді, ұйықтап кетеді жаңағыдай. Я болмаса түнгі уақытта енді кішкене көру несінде шектеу, жүргізуші көріну кішкене шектеледі түнгі уақытта. Мысалы, тұман болады, жаңбыр болады. Сол кездерде жаңағы үй жануарларына соғу фактілері орын алып жатады. Бұның барлығы жол жүру ережесін сақтамағандықтан орын алады. Основной жылдамдық, жаңағы түнде демалмайды, ұйықтап кету фактілері. Жалпы елімізде жол ережесін бұзу деңгейін төмендетуге бағытталған қандай бағдарламалар, қандай шаралар қолданылып жатыр бүгінгі таңда? Жалпы бірден бір осы полиция департаменті тарапынан жол жүру ережелерін, жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында полиция департаментімен бірқатар шаралар атқарылып жатыр. Оны жалпы жол қозғалысына қатысушыларды енді тәртіпке шақыру мақсатында тұрақты түрде профилактикалық жұмыстар жүргізіледі, шаралар. Сонымен қатар мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желілерде, инстаграмдарда, бейнероликтерде арқылы жеткізіледі. Мысалы, қала сыртында тас жолдарда арнайы жол қауіпсіздігі тақырыбында видеороликтер түсіріледі. Соның барлығы бұқаралық ақпарат құралдарында жүргізіледі. Және де мысалы осы департаменттің қызметкерлерімен жаңағы жолда қабылдау акциялары өткізіледі. Мысалы айта кетсек, біз осы жылда жолда қабылдауды мына қала сыртындағы автомобиль жолдарында да өткіздік. Жаңағы қауіпті аймақтарды жүргізушілерге брошюралар таратып, жаңағы шаруа қожалықтарының иелеріне, жаңағы шаруа қожалықтарына барып, жаңағы үй жануарларына лента тағу керек, что қауіпсіздік шараларын алдын алу үшін. Одан бөлек біздің осы Ақтау қаласында да, біздің облысымызда, қала аудандарда барлығы жаңағы аулаларда учаскелік инспекторлар. Біз осы теңіз жағасында да, мына амфитеатр жағалауында да балаларды жинап, я болмаса
адам көп жиналатын орындарында, сауда орталықтарында осы направление жаңағы жол қозғалысының қауіпсіздігінің мақсатында тақырыбында түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Осы бұл жұмыс енді ары қарай жалғасын табады. Енді жылдың аяғы қазір. Алла амандық берсе, бұл жұмыстарды ары қарай жалғасын табамыз. Жалпы түпкі мақсатымыз осы жол көлік оқиғаларының салдарын қоғамға, жаңағы жүргізушілерге соның барлығына жеткізу. Тек қана жүргізушілерден бөлекте жол жүрісіне қатысушылар, мысалы жаяу жүргіншілерде жол жүрісіне қатысушылар, себебі олар белгіленбеген жерден өтеді, пешеходпен өтпейді, мысалы. Я болмаса өту ережелерінің тәртібіне сәйкес орындамайды ережелерді. Основной бізде жаяу жүргіншілердің қасына балалардың да жарақатының алдын алу мақсатында балаларға да мектептерде де осы жолдан өту ережелерін түсіндіріп, үнемі профилактикалық жұмыстар жүргізіп келеміз. Жалпы бағытымыз соны қоғамға неге жеткізу. Енді ол тек қана полиция департаментінің жаңағы несі емес қой енді. Бұл жол көлік оқиғасының алдын алу деген бүткіл қоғам болып сонымен күресуіміз керек. Біздің нелеріміз де бар, блогерлеріміз де бар, мысалы. Енді көп қой қазір облыста блогерлер. Соларды да шақырып жаңағындай видеороликтер түсіреміз. Себебі оларды көп қарайды жаңағы желі қолданушылар. Сол уақытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бұл жұмыстар енді жалғасын табатын болады. Түсінікті. Жалпы біз журналистер ретінде қазіргі таңда осы 2019 жылдан бері қарата жасанды интеллекттің көмегімен біраз жұмыстарымызды атқарып жатырмыз да. Осы тұрғыда жол ережесін бұзу фактілерін бақылауда қандай заманауи технологиялар сіздер қолданып жатырсыздар? Өте орынды сұрақ. Қазір енді цифровизация кішкене жылдан жылға бізде де сол цифровизация жағы артып жатыр ғой жұмыстар. Жалпы баршамызға белгілі 23 жылдың 1 шілдесінен бастап біздің Ақтау қаласында 95 жаңағыдай прямой участоктерде және 13 жол қиылыстарында, сондай-ақ Мұнайлы ауданында 35 тік учаскеде және 5 жол қиылысында сергек аппараттық бағдарламасы кешені іске қосылды. Бұдан басқа Ақтау Жетібай Бейнеу тас жолдарында республикалық 2024 жылдың қазан айынан бастап Сайотис пен Бейнеудің ортасында біздер 8 аракул кешендері жұмыс істеп тұр. Бұл енді жылдамдықты өлшейтін құрылғы автоматты түрде. Сонымен қатар біздің патрульдік полиция көліктеріндегі қазір кибершериф кешенінде бар 32 кибершериф патрульный машиналарымызға орнатылған. Бұл енді қала сыртындағы трассаларда жүру жылдамдығын бәрін бақылайды, құқық бұзушылықтарды анықтайды, автоматты түрде тіркейді. Бұл полиция қызметкерлері тоқтатып, бірдеңе істемейді, тек қана жүріп отырады, автоматты түрде жылдамдық асырғандарын тіркеп отырады, құқық бұзушылықтарды анықтап. Одан бөлек қазір бізде 2 жаңағы тоже аракул бар. Ол 2 автокөліктің айырмашылығы ешқандай полицияның надпистері жоқ. Жанында полицияның наклейкасы болады ғой. Сондай наклейка жоқ, гражданский көлік сияқты, бірақ өзіміздің полицияның қызметті көлігі, сондай 2 көлігіміз бар. Екеуі де сол трассаларда қызмет атқарып жүр қазір таңда. Жаңағы жасырын патрульдеу ғой біздің бағытымыз. Сондай жаңағыдай сіздің сұрағыңыз бойынша осындай біздің полициямыздың департаментте осындай жаңағы құрылғыларымыз жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Жаңа сергек туралы айтып өттік қой. Ақтау қаласында жалпы сергек камераларын қолданғалы бері қандай өзгерістер болып жатыр? Жол апаты азайды ма салыстырмалы түрде? Жалпы мысалы әрбір сергек кешендері енді орнатылғаннан бері оң нәтижелері бар. Бұл жерде енді бірден бір бағыт құқық бұзушылықтың жаңағы алдын алатын профилактикалық жұмыстар ғой. Енді сол құқық бұзушылықтарды анықтау біздің полицияның жұмыстарының енді бір несі направлениесі ғой. Бұл жерде енді жаңағы тек қана
полиция штраф салады екен деген ойдан аулақ болуымыз керек. Біз енді жаңағы карательный орган емеспіз ғой. Біздер енді бір жағынан халыққа жақын болуымыз керек, халыққа жақын полиция болуымыз керек, халыққа барынша көмектесуіміз керек. Жаңағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау, оларды болдырмау біздің тікелей міндетіміз. Соның барлығы уже профилактикаға кіреді, түсіндіру жұмыстарына. Сол бағыттағы жұмыстарымыз жасаймыз. Жаңағы сергек кешендер орнатылғаннан бері жаңағы айтып отырмын, оң нәтижесі бар. Көп айтады ғой, мына штраф деп мысалы салып жатыр, штраф салып жатыр деп енді комментарийлерден де өзіңіз оқысаңыз болады. Енді түсінемін, егер де ол құқық бұзушылық жасаған болса, әрине Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әкімшілік жауапкершіліктері қарастырылған. Сол себепті жаңағыдай құқық бұзушылық жасаған жағдайда өздері тиісті әкімшілік жауапкершілігін алады. Енді сергек кешендер орнатылғаннан бері оң нәтижесі бар, бірақ статистикалық мәліметтерге қарасақ басқаша. Алайда апаттылықтың өсуі кейбір заңнамалық актілерге енгізілген жол көлік оқиғаларын есепке алу бағытындағы өзгерістермен де байланыстыруға болады. Себебі жаңағы жол көлік оқиғаларының саны өскен, сергек құрылғылары жұмыс жасап тұр. Бірақ ол бірден бір оның көп жаңағы іздеуде жүрген көліктерің бар, мысалы. Жол көлік оқиғаларын жасап оқиға орнынан кетіп қалады. Я болмаса жеке сот орындаушылардың жаңағы соттың қаулысымен жаңағы жабылу керек көліктер, угонда жүрген көліктер, мысалы. Қарайған жаңағы неде задолженность дейді ғой, борышкерлердің мысалы көліктерін барлығы осы сергек құралдары арқылы біздің қызметкерлерге уже хабарлама түсіп отырады планшетіне. Бұл енді жаңағы өзіңіз айтып отқан жасанды интеллект деген сияқты. Сол жағынан, конечно, оның несі бар, оң нәтижесі бар сергектің. Бірақ енді жол көлік оқиға саны асып тұр. Басқа жалпы аудандарда осы сергек камераларын орнату жоспарда бар ма? Жалпы басқа аудандарға сергек камераларын орнату үшін мекен жайлары белгіленген. Полиция департаментімен жаңа мекен жайлары белгіленіп, орнату қажет орындарды анықтап, жаңағы ұсыныстар енгізілген. Енді уақыт келгенде бұл енді кезең-кезеңмен орнатылады, жергілікті атқарушы органмен орнатылады. Жалпы жол ережесін бұзғандарға салынатын айыппұлдар мен жазалар қазіргі таңда қаншалықты тиімді? Олар бұзушылықты азайтуға әсер етіп жатыр ма? Әкімшілік құқық бұзушылықтарды азайту бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр, бірақ жаңағы әкімшілік жаңағы жазалар, жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тарту, олар енді әкімшілік құқық бұзушылықты азайтады деп ойлаймыз. Енді бәрі профилактика жаңағы. Ол енді алдын алу болады, бірден бір профилактикалық жұмыстар. Енді құқық бұзушылықтардың саны көбейіп жатады, мысалы. Онымен қатар, мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық, сосын жаңағы қылмыстарында, мысалы, бір жыл бұлай болса, бір жыл бұлай болады, мысалы, әртүрлі енді. Ол штраф сала бергенде ол жаңағы түсіп кететін, оны азаят дейтін не демейсіз, бірақ біз азайтуға жұмыстанамыз. Бұның бәрі профилактикалық жұмыстар. Бір адам енді әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін, мысалы, келесі жол бұзылып қалса, жаңа әкімшілік құқық бұзушылық жасаса, бір жолға мысалы әкімшілік айыппұл салып, я болмаса түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен ол адам келесіде жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықты қайталамайды деп ойлаймын. Ал кейбір моменттер болып жатады, кейбір адамдарымыз мысалы 2-3 рет қайталаған, мысалы. Бір салынады, 2 салынады, мысалы 3 салынады әкімшілік айыппұл. Ондай азаматтарымызда кездесіп жатады. Бірақ енді бұның барлығы бірден бір жаңағы профилактика, алдын алу. Оқушыларға жол қауіпсіздігі бойынша дәрістер өтесіздер ме сіздер? Жалпы балаларға арнап өтетін түсіндіру жұмыстары туралы айтып өтсеңіз. Мысалға, бір осы жылы Жаңаөзенде мопед апатынан балалардың қайтыс болғаны туралы жалпы балаларға қатысты көп оқиғалар болып кетті ғой, осы жолдарына байланысты. Әрине, жаңада осы жол қауіпсіздігіне байланысты жаңа осы сұрағыңыздың біреуінде айтып өттім ғой жаңа. Профилактикалық жұмыстарды жасап жатқанымызды, трассаларда деп. Енді біздің қазір
ішкі істер министрлігінің біздің департаменттің өзіміздің жаңағы жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың қылмыстың алдын алу мақсатында өзіміздің жұмыс жоспарымыз бар. Ішкі істер министрлігімен бекітілген, біздің департамент басшылығымен бекітілген. Осы біздің сонымен қатар біздің өзіміздің тікелей міндетіміз жасөспірімнің алдындағы құқық бұзушылықты қылмыстың алдын алу бағытында сол бір бағытымызда сол жұмыстар профилактика основной. Бұл жөнінде біздің департамент бастығының бұйрығымен облыс көлеміндегі барлық мектептерге жаңағы ювеналды полиция инспекторлары, олардан бөлек біздің департаменттің қалаудан басқармаларының басшылары немесе орынбасарларынан каждый мектепке жауапты қылып департамент басшығының бұйрығымен бекітілді. Осы жауапты қызметкерлермен ай сайын өздеріне бекітілген кестелері бар. Соған сәйкес жаңағы басқарма басшылары немесе орынбасарлары тек қана біздің жедел профилактикалық іс-шаралардан басқа кездерде ай сайын сол кісілер барып дәріс оқиды. Оның ішінде жаңағы жол көлік оқиғалары бар, лудомания, есірткіге қарсы, құқық бұзушылықтарға қарсы, әртүрлі қылмысқа қарсы, соның барлығында лекциялар оқылады. Және де жаңағы өздерінің проекторлары бар мектептерде. Үлкен неден 9-шы класс, 11-шы класс, 6-шы класс, 7-шы класс сол балаларға видеороликтер көрсетеміз әр тақырыпта, жаңағы айтып отқандай. Ол бағыттағы жұмыстардың барлығы біздің департаменттің бастығының бақылауында. Әрине бұл енді жұмыстың барлығы балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты түсінікті болу үшін жаңағы әлеуметтік бейнероликтерді көрсету, үгіт насихат құралдарын тарату арқылы жүзеге асырылады. Айтып отырмын, ол нәтижелері бойынша да біздің департаменттің әлеуметтік желісі Инстаграм парақшаларында күнделікті жарияланып тұрады. Олай болса, жол ережелеріне заңға енгізілген өзгерістер туралы айтып өтсек, жалпы орташа жылдамдықты тіркеу, одан бөлек мопед жүргізушілерінің арнайы куәліктері болу керек деген ақпараттар шығып жатты, сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл мәселе өте орынды сұрақ. Бұл мәселе бойынша да өткенде біздің бір тікелей эфирімізде де жаңағы бір айтып өткен болатынбыз. Жалпы Қазақстан Республикасының президенті ағымдағы жылдың 3 қазанында заңдарға қол қойып, 4 қазанда жарияланды. Бұл Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне жаңа көлік құралдарының жекелеген түрлерінің қозғалысын ұйымдастыру қауіпсіздігін және жол қауіпсіздігін цифрландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, көлік құралдарының жекелеген түрлерінің қозғалысын ұйымдастыру және жол қауіпсіздігін цифрландыру мәселелері бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сосын жаңағы көлік құралдарының жекелеген түрлерін, оның ішінде мопедтердің қозғалысын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының аумағында жол қауіпсіздік саласын цифрландыру саласында туындайтын, сондай-ақ белгіленген қозғалыс жылдамдығын асып кеткен үшін әкімшілік құқық бұзушылықтардың жаңа құрамдарын енгізу бойынша заңдар қабылдады. Бұл 2 кезеңде күшіне енеді. Жаңағы біріншісі ағымдағы жылдың 4-ші орташа жылдамдықты есептеу. Ағымдағы жылдың 4-ші желтоқсаннан бастап өзгерістердің негізгі бөлігі сол кезде енгізілді және 2025 жылдың жаңағы мопедтерді тіркеу бойынша 4 сәуірінен бастап мопедтерге қатысты толықтырулар уже күшіне енеді. Негізгі заңнамалық актіге Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне және жол қозғалысы туралы және рұқсаттар мен хабарламалар туралы республиканың заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. Жалпы қылмыстық кодекске мысалы мопедтерді басқа механикалық көлік құралдары ұғымына жатқызуға қатысты түзету енгізілді. Яғни мопед жүргізушілері жол көлік оқиғасын жасаған жағдайда мысалы денсаулыққа ауыр зиян келтіру, жаңағыдай өлімге апару,
тағы да басқа. Олар басқа жүргізушілер сияқты, жаңағы жеңіл автомобильдердің жүргізушілері сияқты жауапкершілікке тартылатын болады. Жол қозғалысы туралы заңға түзетулер енгізілді. Біріншісі мына көлік құралының қозғалысының орташа жылдамдығы ұғымы енгізілді. Және оны есептеу тәртібі де көзделген. Ол көлік құралының жүріп өткен халықаралық республикалық маңызы бар жалпыға орта пайдаланылатын автомобиль жолдарының түзеу учаскелерінде қашықтық өткен уақыт аралығын бөліп есептейді. Мысалға айтатын болсақ, мысалы точка А, точка Б. Мысалы Ақтаудан Жаңаөзенге шықтық дейік, например. Ақтаудан шыққан жерде мысалы специальный аркалар тұрады, камералар, сол жерден есептейді көлік құралының қай уақытта өткенін. Сосын келесі екінші точкасы есептейді қай уақытта кірген. Сол аралықтағы шақырымның бәрін есептеп, соның орташа жылдамдығын шығарады. Енді бұл біздің республикамыздың басқа облыстарында енгізіліп, уже жұмыстарын жалғастырып отыр. Біздің енді Маңғыстауда ол пока нелері әлі енгізілген жоқ, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мысалы Қазавтожол ұлттық компаниясы мен біздің ішкі істер министрлігінің арасында жаңағы не болады, камераларды жаңа интеграция жасап теңестіру деген сияқты сондай дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді бұның жалпы автоматты режимде жұмыс істейтін сертификатталған арнайы бақылау өлшеуіш құралдарымен және аспаптарымен жүзеге асырылады. Бұның бәрі жаңағыдай сертифицированный жаңағы нелермен, камералармен да. Ең жоғарғы жаңа қозғалыс жылдамдығының асып кету фактісін сосын өздері белгілейді. Осылайша көлік құралының ортасы жаңағы қозғалыс жылдамдығын есептеу, жүргізушілердің көлік құралының белгіленген қозғалыс жылдамдығын сақтаудың, бақылауды, жүзеге асырудың қосымша құралы болып табылады. Жаңағы біздің енгізілген өзгеріс бойынша. Жалпы мына құқық қолдану практикасын талдау көрсеткендей, жалпы қозғалыс жылдамдығының артуы ауыр зардаптары бар жол көлік оқиғаларына келіп соғып отыр. Қатты жүреді жылдамдықпен. Соның барлығы ауыр жол көлік оқиғаларына алып келеді. Мысалға айтатын болсақ, мысалы қаланың ішінде де өзіміз жүргізушіміз ғой, мысалы сергек тұрады. Сергекке жақындағанда жаймен жүреді. Жоқ, шындық қой енді. Содан өткеннен кейін жылдамдығын асырады мысалы. Аэропорттың жолдарында да біздің әуежайға бара жатқанда жолдарымыз да бар. Сол жерлерден барлығы жүргізіп өтіп, мысалы біздің өзімізде сөйтіп жүрген, мысалы таныстар бар ғой, отырасыз мысалы. Айтады, ой, міне отырады. Таксистер, таксимен жүретін жігіттер, таксовать ететін, олар да қатты жүреді. Өздерінің жаңа группалары бар. Қай жерде не бар, соны айтып отырады бәрін мысалы. Соларды алдын алу мақсатында орташа жылдамдық деген ұғым. Жалпы енді сол барлығы жол көлік оқиғаларын азайту, соның зардабын азайту болып табылады. Сол себептен осы заңға жаңағы өзгерістер енгізіліп, осы заң қабылданып отыр. Бұл енді қала сыртындағы трассалардың жаңағы жол көлік оқиғаларын азайту. Солай есептейді. Орташа жылдамдық жаңағы көрсетілетін аспаптар, құралдармен автоматты түрде жаңағыдай тіркейтін болады. Бұл енді республикалық маңызы бар жолдардың қала сыртындағы жаңа түзу участоктерде соларды ғана есептелетін болады. Енді бұларға қатысты қандай жауапкершілік көзделген? Соны бір айтып жіберейін. Мысалы, жаңа айтып өттім ғой, қысқаша өз тілімізбен де, мысалы, қарапайым тілмен айтқанда, мысалы, қала сыртындағы жолдарда екі камера арасындағы жол учаскесінің белгіленген жылдамдықтан асып кеткен үшін, мысалы, Ақтау мен Жаңаөзен деп алдық қой, сол сияқты. Асып кеткен үшін жүргізуші, мысалы, әкімшілік айыппұлға тартылатын болады. 592-ші бап әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 592-ші бабымен жаңа қозғалыс жылдамдығына байланысты 5-тен 40-қа дейін айлық есептік көрсеткішке дейін да 5 айлық есептік көрсеткіштен 40 айлық есептік көрсеткішке дейін әкімшілік айыппұлдар төлейді. Бұл енді сумасын айта кетсек 18.460 теңгеден 147.680 теңгеге дейін айыппұл төленеді. Жалпы өзінің жаңағы жылдам жүруіне байланысты. Ал сол
жаңағы точкеден шығып белгіленген жылдамдықпен өтсе, жол жүру ережесіне сәйкес сол уақытта ол белгіленген мекен жаңағы адресіне, жаңағы сол жерге спокойно барады. Зато енді адамдарымыз да қауіпсіз болады. Біз тек қана жүргізушілер тек қана өзінің ғана денсаулығына емес қой, ол ішіндегі алып келе жатқан жолаушылардың да денсаулығына жауапты екенін ұмытпау керек. Ал екінші мопедтерді мысалы мемлекеттік тіркеу енгізіледі. Енді қолданыстағы тіркеу нормасы бойынша сағатына 50 км-ден асатын конструктивті, ең жоғарғы конструктивті жылдамдығы бар мопедтер жатады. Қабылданған заңға сәйкес барлық жаңағы қозғалтқыш көлемі мопедтердің 50 текше метрден аспайтын қозғалтқыш болу керек, және максималды құрылымдық жылдамдығы сағатына 50 км-ден аспайтын тіркеуге жатады олар. Жалпы халықтың бастамасы бойынша тіркеу оңайлатылған тәртіппен жүргізіледі. Құжаттар тізбесі аз болады. Басты талап жаңағы көлік қылмыстық емес, және ол жоқ жерде жаңағы вин-коды болуы тиіс. Онда жаңағы әкімшілік полицияның аумақтық бөлімшелері беретін болады, жаңағы номерация құжаттарын нелерін жинайтын. Сосын үшінші жаңағы заңда мопедтерді басқару құқығы А1 кіші санаттағы жүргізуші куәлігімен расталады. Ал А категория және В категория санаттарын болуы мопедті басқару құқығында растайтын туралы нормада көзделеді. А1 категориясы болу керек мопедтерде. Сосын мысалы төртінші тағы қозғалған бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608 бабы бойынша алкогольдік немесе есірткілік немесе жаңағы уытқұмарлық мас күйінде жүргізуші көлік құралын басқарған үшін немесе жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 613 бабы бойынша мас күйінде жаңағы куәландырудан өтуден жалтарған үшін, мысалы отказ жасайды, наркологиядан өтпейді мысалы кейбір жүргізушілеріміз. Сол үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған адамдарға қатысты тиісінше мысалы 7 және 8 жыл ішінде көлік құралын басқару құқығын алу үшін емтихан тапсыруға рұқсат беруге тыйым салынады. Мысалы бізде қазір енді қысқы мезгіл енді көбі біздің облысымызда қар болмайды көп, енді сондай ғой. Жаңбыр жауып бір арасында бір 2-3 күн қапылып қалып жатады, шынында аздап қар жауып қатып қалып жатады. Енді басқа облыстарда мысалы Шығыс Қазақстан, біздің енді мына батыста Ақтөбе бар, мысалы Орал бар, ол жақтарда қыс болады. Бізде Маңғыстауда болмайды. Болмағанмен де енді заң бәрімізге ортақ мысалы. Ауа райы салқындап, жауын шашын болады, жолдар тайғақ болады мысалы. Сол кезде жаңағы көлік құралдарының еркін қозғалысына мысалы қиындықтар туындайды. Жол қауіпсіздігі қамтамасыз ету үшін көлік иелері жыл мезгілінде 1 желтоқсаннан бастап 1 наурыздың аралығында қысқы дөңгелектерін көліктеріне ауыстыру керек. Біз енді жаңағы қысқы дөңгелектер орнатылмаған көлік құралдарын пайдалануға жалпы тыйым салынады. Ұзын сөзді қысқасын айтқанда. Маңғыстау облысы полиция департаменті соны ескертеміз жүргізушілерге. Бұл шектеулер енді кеден одағының жаңағы доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы техникалық регламенттің 5-5 тармағында көзделген. Осы талаптарды орындамаса, мысалы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 590 бабының 5 бөлігіне сәйкес көлік жүргізушілеріне 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18.460 теңге көлемінде айыппұл салынады. Тиісті жаңа дөңгелектермен жабдықталмаған көлік құралдары қысқы маусымда мысалы апаттық жағдайларға себеп болуы мүмкін. Сондықтан жол қауіпсіздігін сақтау үшін барынша сақтық шараларын қолданып, жазғы дөңгелектерін қысқы дөңгелекке ауыстыру керек. Ол енді бірден бір көмегі тиеді деп себебін тигізеді деп ойлаймыз. Енді сақтансаң сақтармын дейтін сөз бар ғой қазақта. Сол себеппен ең басты мақсатымыз азаматтарымыздың амандығы. Жүргізушілер жаңағында жолға шыққанда сақтық шараларын қабылдаса,
ішіндегі жолаушылардың жауапкершілігі, солардың өмірі мен денсаулығына жаңағы жауап беретін жүргізушіде естен шығармау керек. Енді барлығымыз жүргізуші болғаннан кейін көлік құралын жүргіземіз, кейбір моменттер болады мысалы. Сондықтан жаңағы шаршаған жағдайда әйтеуір асықпай демалып, түнгі уақыт болмаса, түнгі уақыттарда жолға шығу қауіпті ғой шынымен де. Қарайған адаммен келе жатасың, ішінде бала шаға болады мысалы. Енді барынша департамент тарапынан ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жаңағы сөзімде айтып өттім ғой, полиция дейтін жаңа қаралаушы орган емес, біз халықпен бірге жұмыс жасаймыз. Халыққа жақын болуға, халықтың арыз шағымдарын уақытылы қарауға, сыпайы қарым қатынаста болуға, біздің өзіміздің басшыларымыз да солай тапсырмаларын беріп жатады. Ең бірінші мәселе сол жол қауіпсіздігі, азаматтарымыздың амандығы. Жақсы, түсінікті. Бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз, бүгінгі шығарылым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Сау болыңыздар.